кейбір адамдар діндегі бар нәрсені жоққа шығарады. Керісінше басқа адамдар жоқ нәрсені бар етеді. Осылай екі жақта шектен шығады. Дінімізге зиян келтіреді. Енді бірінші мысал ретінде көп рет айтылған ол бар нәрсені жоққа шығару жайында. Мысалы, дұғадан кейін бетті сипау. Мысалы, сол кейбірлер бар, кейбір адамдар оны жоққа шығарады, бар нәрсені жоққа шығарады. Оның бірнеше рет айтылған. Енді екінші мысал ретінде осы жоқ нәрсені бар етудегі зияны жайында. Біріншіден, осы жерде екі негіз зиянды келтіреді. Зиян жасайтын қандай? Бірінші зиян жас ұрпақ, жастайынан соны көреді бір амалды. Бір жерде адамдар сол бір амалды әдетке айналдырған. Соны әрдайым істегені көрген кезде келесі ұрпақтар бұл дін екен деп ойлайды. Осы дінде бар нәрсе, оны міндетті түрде істеу керек деп санайды екен. Оны істемесе болмайды, құлшылық дұрыс болмайды деп санап кетеді екен. Және екінші жамандығы, әрбір өлке соны өзіне әдет айналдырса бір амалды, құлшылық ибадатты жасап, бір кітаптарда жазылмаған, айтылмаған нәрсені. Екінші өлке оны басқаша амалды жасайды. Өздерінше олар да бір амалды сондай пайда етеді, соны жасайды. Сонымен мұсылмандар арасында қайшылық пайда болады. Бір-біріне қарамайшы істейді. Бір жерде бір нәрсе істейді, екіншіде басқа нәрсе істейді. Негізі жоқ діндегі нәрсені істеп жүреді, және бір-біріне қарамайшы болады. Қарамайшылыққа түседі. Осындай діндегі жоқ нәрсені дін деп санамау үшін, және мұсылмандар қарамайшылыққа түспеу үшін кейбір ғалымдар дінде бар нәрсе, дінде айтылған сауап деп саналатын нәрсені өзінде соны әрдайым істегенді құптамаған. Әрдайым соны істесе өзі дұрыс болмайды деп айтқан екен. Мысал ретінде екі мысалды келтіреді. Бір мысал ол Рамазан айын жайында. Рамазан айынан кейін жақсы білеміз, 6 күн артынан нәпіл ораза бар. Шәуәл айы, үлкен сауапты, сауап үлкен мол оразасы. Шариғатымызда жақсы айтылады, ол туралы айтылған 3 түрлі жолмен ұстауға болады ол Шәуәл Рамазанның оразасын. Бірінші жол ол бірден қатардан айттан кейін 6 күн қатар ұстау Шәуәл. Екінші вариант ол асықпай бір апта, 2 апта біраз күндерден кейін сол Шәуәлдің ішінде 6 күн қатардан ұстау. Және үшінші жол бар, ол сол 6 күнді 30 күн ішіне бөліп ұстау. Соны кейбір фақih ғалымдар жаңағы бірден 6 күн ұстағанды әрдайым солай істегенді дұрыс болмайды. Себебі жай жаңағы алдындағы айтылғандай, кейбір адамдар ойлап қалады, бұл Рамазанның ажырамас бір бөлігі деп ойлайды. Бұл Рамазан екен. Оны 6 күн ұстамасан, Рамазанда дұрыс болмайды деп санап кетеді екен. Рамазанмен бірге қосып жереді, өздерінің түсініктері бойынша солай болады екен. Сол үшін Малики мазхабының фиқ ғалымдары сондай бір өздері иджтихад фатуаны айтқан, 6 күн бірден ұстаған макрух, оны бөліп ұстаған абзал. Сол 30 күн ішінде Шәуәл оразасын бөліп, сол 30 күн ішіне бөліп 6 күн ұстаған сол абзал болады. Жаңа осындай жағдай болмау үшін әрдайым істеген дұрыс емес екен деп айтқан. Және екінші мысал осы тақырыпқа байланысты ол мынандай амал. Хадисте айтылған, жұма күні таң намазында сәждә сүресін оқу үлкен сауап. Хадисте айтылған нәрсе, яғни дінімізде бар нәрсе. Соны істесең сауап болады деп айтылған. Ол жайында да ғалымдар айтқан, әрдайым соны істеген дұрыс болмайды. Макрух айтқан екен, құптамаған. Себебі жаңа адамдар оны ойлап қалады, бұл таң намаз, жұма күні сәжде сүресін оқымасан дұрыс болмайды деп санап кетеді екен. Көрдіңіз ба, дінде бар нәрсені өзін әрдайым істегенді дұрыс емес деп санаған ғалымдар. Кейбір адамдар бізде айтылмаған нәрсені, кітапта жоқ нәрсені, айтылмаған негізі жоқ нәрсені міндет қылады. Әрдайым соны істеп жүреді. Және басқа адамдарды солай шатастырады. Әртүрлі сондай
қарамайшылық және мұсылман арасына ауызбіршілікке де, мынау дінімізде қасиет сүйіспеншілікке де жаман әсер ететін сондай амал жасайды. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин.